Атаулы шараға білім ғылым министрі Ерлан Сағадиев, министрлік өкілдері, демеушілер мен алыс жақын қала университеттерінің басшылары келді. Мақсат білім алушыларға спорт саласына ынтымақ орнатып, тәжірибе алмасуға мүмкіндік беру. Отырыс барысында ұлттық студенттік лига аясында жастар ықпалдастығын дамыту бойынша ұсыныстар әзірленді. Игры у нас стартовали на профессиональном футбольном покрытии, предоставлено любезно футбольным клубом «Кайрат». Это, кстати говоря, не дешевое удовольствие, вы, наверное, знаете об этом. Все это было дано ради продвижения этой идеи бесплатно. 2014 жылы қолға алынған жобаға бастапқы уақытта 2 ауданнан 16 команда қатысуға ниет білдірген. 3 жыл ішінде бұл көрсеткіш 72 командаға дейін артты. Сейчас каждое уважающее себя учреждение заводит спортзал. Если нет своего спортзала, то обязательно арендуют спортзалы. Да? Сейчас просто любители футбола, игроки, они объединяются и вечером после работы идут, взрослые дядьки идут играть, да, идут играть в футбол. Вот это, наверное, самое такое большой такой результат популяризации спорта. И вот здоровый образ жизни, я думаю, через футбол, вот это самое действенное, потому что футбол, он понятен всем. Это, в принципе, та необходимая составляющая в любом гражданском обществе, в любой стране. И то, что мы в этом направлении очень активно движемся, нас как вот участников данного проекта очень радует. Ол өз керегінде қазіргі мына президентіміз ұлттық лиганың президенті, студенттік лиганың президенті атап өтті. Мына 2018-де болатын әлем чемпионатына қазіргі 8 қатысатын студенттер осы уақытқа дейін белгілі қазір. Солар осы 8 осы қазір осы жерде ойнап жүр. Одан кейін қалған 12-сін осы 10 күндік жаңағы шаралардың арасында өзіміз таңдап айтамыз деген. Ұлттық студенттік лиганың президенті Дамир Шыныбеков аталмыш жоба бойынша бірнеше бағытта қарқынды жұмыс атқарып келеді. Оның айтуынша, футзалдың жоғары оқу орындарының беделіне тигізетін әсері өте зор. Осы жылы 72 университеттік команда Қазақстан бойынша қатысып жатыр. 200-ден астам колледждер қатысып жатыр. Алғашқы рет 12 қыздар командалар қатысты. Осы жылғы лиганың ашылу салтанаты ән және би қойылымдармен жоғары дәрежеде өтті. 10 күнге созылатын турнирда 24 команда өз бақтарын сынамақ. IT университеті құрамасының да аяқ алысы жаман емес. 2016 жылғы матчтың нәтижесінде жеңіс тұғырынан көрінді. Мақтаулы командаға жаңа ойыншылар келіп қосылған. Ашылу салтанатынан алған әсерім өте жоғары деңгейде дайындықтар. Әрбір қаладан, Қазақстаннан келген командалар, университеттер, студенттер өте мықты. Ең бірінші алғысым біздің жанкүйерлерге. Өзім Международный университет информационный МУИТтен болғандықтан, халықаралық ақпарат технологиялық университеті. Біздің жанкүйерлер өте мықты. Біз 3-ші жылы ойнаудамыз, 1-ші жылы ойын сәтсіз болды, 2-ші жылы чемпион болдық, ал осы жылы бұйырғаны болады. Спортшымыз атап өткендей, бұл турнирда жанкүйерлер де ерекше белсенділік танытты. Олар дүбірлі додаға қызу атсалысып, футбол ойыншыларының шеберлігіне куә болды. Футзал, просто чтобы на данный момент футзал в нашей стране не такой уж и развитый, и чтобы мы вышли на мировой больше уровень, мне кажется, поддержка нужна. Без поддержки мы не выйдем. Лиганың алғашқы күнінде Каспий және Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті командалар ойнады. Матч 3-1 есебімен Каспий құрамасының жеңісімен аяқталды. Бүгінгі ойын өте ауыр болды. Өте керемет сезімдерге бөлен жатырық. Өте ауыр болды, өте қуаныштымыз. Ұлттық студенттік лиганың спортшылары әлі де талай белестерден көрініп, болашақта әлемдік ареналарды бағындырады деген сенімдеміз. Бұған олардың жеңіске деген қайраты мен жігері айғақ.